Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен қуырдақ жасаудың өз әдісімен бөлісетін боламын. Қазақ тілді каналдың дамуына үлес қосып, каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып, қолдап кетулеріңізді сұраймын. Қажетті ингредиенттердің барлығы видеоның төменгі жағында описание бөлімінде жазылған. Ең алдымен етті және пиязды видеодағыдай етіп турап аламыз, үлкен емес, орташа қылып тураймыз. Және бауырды да турап, салқын суға салып қоямыз. Содан соң қызып тұрған майда етімізді жақсылап қуырамыз. Менде сиыр еті, өз қалауыңызша қой немесе жылқы етінен де жасауға болады. Етімізді жақсылап 15-20 минуттай қуырып аламыз. Біраздан соң осындай сөлі шығады. Содан соң пиязымызды салып, етіміз бен пиязды жақсылап қуыратын боламыз. Дәміне қарай қара бұрыш қосамыз. Менде ет тұздалған, сол себепті тұз қоспадым. Жақсылап қуырып алған соң су құямыз. Суды өте көп құймаймыз. Кішкене еттің бетін жабатындай етіп қана құямыз. Енді етіміз жұмсарып піскенше баяу отта пісіреміз. Және де картопты ашып тазалап, осындай кішірек бөліктерге бөліп аламыз. Содан соң бауырды бірнеше рет салқын суға жақсылап жуып алып, бауырды қосамыз. 5-10 минуттай бауырды қосып қайнатып аламыз. Содан соң жаңағы туралған картопымызды салып, картоп піскенше пісіретін боламыз. Және де тұзын байқап көріңіздер, мен біраз тұз қостым, дәміне қарай тұз қосасыздар. Картоп дайын болғанша пісіреміз. Ал мінекей достар, менің қуырдағым дайын болды, өте дәмді, жұп-жұмсақ болып шықты. Егер де сізге видео ұнаса, қолдау көрсетулеріңізді сұраймын. Пікір қалдырып, лайк басып, каналыма тіркеліп кетіңіздер.